Мұстафа Шоқайдың сөзі, иә, бала қай тілде білім алатын болса, сол халыққа, сол тілге, сол мәдениетке қызмет етеді дегендей. Меніңше осыны әрбір қазақ ойлану керек. Әңгіме әркім өзінің, не дейді жаңағы, жақсы, оңай жұмыс жасаған жақсы көреді да, бірақ сол өзінің қазақша сөйлеуі қазақтың болашағы деген мәселе, мемлекетіміз, держава дейді ғой мысалы, біздің қоғамымыз деген мәселе ойларына кірмейді да. Тіл деген бұл тек қана байланыс құралы ғана емес. Бұл мемлекеттің бетпердесі, мемлекеттің құрылымы, бітімі, ойы, психологиясы, тіл, онымен келетін мәдениет, тарих, өнер, басқасы арқылы берілетіні анық. Міндетті түрде мемлекеттік тіл туралы жаңа заң керек. Өзіміздің намысымыз қайда қалды? Өзіміздің қолымызда тұрған, барлығы да тек қана биліктің қолында ғана емес қой. Өзіміз қазақша сөйлейтін болсақ, кім бөгет? Өзіміздің есімімізді қазақилайтын болсақ. Армысыз ардақты ағайын, эфирде жаңа Қазақстан жобасы. Өздеріңіз білесіздер, біз осы жобада апта сайын елеулі оқиғаларға, бәрекелді дейтін, әттеген ай дейтін оқиғаларға сараптама жасауға тырысып келеміз. Бірақ мына көрермендердің сұрауы бойынша, өзіміздің де қалауымыз бойынша біз тағы да бір жобаның жалғасын жасағалы отырмыз. Соны назарларыңызға ұсынамыз. Яғни қазір қоғамда шешімін таба алмай жатқан күрделі үлкен мәселелер бар. Сол әр мәселеге бір хабар арнап, соған байланысты азаматтар өз көзқарасын білдіріп, және қоғам ол үшін не істеу керек, бізді қандай перспективалар күтіп отыр, биліктің қандай міндеттері бар деген мәселені талқыламақшымыз. Соның алғашқы қарлығашы бүгін міне дос көшім, Расул Жұмалы және мен Әміржан Қосанов қатысып отырған хабарда біз жалпы мына қоғамның қазақыланып бара жатқандығы, қоғамда ұлттық фактордың шешуші рөлге ие болып жатқандығы, қоғамда тілден бастап өмірдің барлық саласына ұлттық фактордың шешуші фактор болып жатқанын бір талқылағымыз келеді. Өйткені мен өз басым ойлаймын, досаға, егер тәуелсіздік алған күні біз бірден латынға көше алар ма едік? Ол кездегі демографиялық жағдай, партиялық жағдай, парламенттік жағдай, саяси жүйе қалай қарсы алады. Ал қазір біз латын әліпбиін емін-еркін талқылап, оның бірнеше нұсқасын талқылап, және бір өзім қуанып отырғаным, мысалы осыған қарсы шығып жатқан, я қазақтың ішінен жаңа совоктан шыға алмай жүргендер, кириллицаның патриоттары, я болмаса басқа ұлт өкілдері жоқ. Тіпті естеріңізде болса, осыдан біраз уақыт бұрын Лавровтың өзі осы латын әліпбиіне байланысты бұл қазақтардың өзінің ішкі шаруасы деген мәселені айтты. Сондықтан өзіңіз қалай ойлайсыз, осы латын әліпбиін біздің қазір талқылап, оны төрімізге шығарудың артында үлкен демографиялық, қоғамдық, психологиялық, басқа да қандай факторлар бар? Жалпы қоғамның қазақыланып бара жатқанынан билік қандай түйін түю керек, және өзінің заңында, конституциядан бастап, заңнамасында, практикалық тірлігінде не өзгеру керек деген? Менің есімде бір оқиға түсіп отыр да, осыдан бір 10 жыл бұрын болу керек. Қырғызстандағы сайлауға байланысты бір Ошта жүрміз, қасымызда американдықтар бар. Сол таксиге мініп келе жатқанда, таксидің айдаушысы славян халқының өкілі екен. Сол келе жатып өзінің ренішін айтады да, ойлады ау, мына келең американдықтар отырған уақытта айтып қалайын деп. Айтады да, соңғы уақытта дейді, Ошта қырғыздар көбейіп бара жатыр дейді. Сөйтіп менің американдық жолдасым Мария деген келіншек шарт ете қалды. Сіз не айтып отырсыз дейді да? Бұл Ош қырғыздың қаласы ғой. Неге қырғыздар көп болмауы керек? Сонда анау жаңағы бұрынғы совет үкіметіндегі қалған менталитет бойынша қырғыздардың көбейгені оған бір жағымсыз көрініс, жағымсыз құбылыс сияқты қабылдау. Сондықтан қоғамның қазақылануы бұл менің ойымша табиғи түрдегі болып жатқан мәселе. Әңгіме тек сол қоғамның қазақыланып келе жатқанын, әсіресе мемлекеттік қызметкерлер, биліктің әлі түсінбей жүргендері. Түсінбей жүр ме, әлде түсінгісі келмей ме? Мүмкін түсінгісі келмейтін шығар. Мысалы, мен мынандай жағдайды көрдім. Бір рет ол уақытта мен Самұрықта жұмыс істеп жүрген кезім, бір үлкен жиын болды. Сол уақытта облыстың әкімі орыс тілінде баяндама жасады, оның орынбасары орыс тілінде баяндама жасады, одан кейін мен шығып қазақ тілінде баяндама жасадым. Сосын тамақ ішіп түсте бірге отырған уақытта қараймын, екеуі қазақша әзілдесіп, жақсы сөйлесіп жатыр. Сосын мен айттым, ағалар,
сіздер қазақша жақсы біледі екенсіздер ғой, жаңа неге қазақша сөйлемедіңіздер дегенде, жаңағы облыстың әкімінің айтқаны ғой, бізге комфортно дейді да орысша сөйлеу. Әңгіме әркім өзінің не дейді жаңағы жақсы, оңай жұмыс жасаған жақсы көреді да, бірақ сол өзінің қазақша сөйлеуі қазақтың болашағы деген мәселе, мемлекетіміз, держава дейді ғой мысалы, біздің қоғамымыз деген мәселе ойларына кірмейді да, тек қана өздерінің қазіргі кезде әйтеуір жеңіл түрдегі жолын табу. Сондықтан менің ойымша шындығында да қоғам жаңарып келе жатыр. Әсіресе бұны мен өз басым 16 жылғы жер комиссиясында көрдім. 75 адам жиналып отырмыз, бүкіл теледидар бәрі көрсетті ғой. Сол уақыттарда бәрі қазақша өтті деуге болады, 99% қазақша өтті да. Сол жердегі отырған енді 10 шақты басқа ұлт өкілдері бар, әйтпесе қазақ тілін білмейтін азаматтар, керек десеңіздер, кезектесіп келе жатқан уақытта өзіне сөз келгенде мен жібердім, мен сөйлемейін, келесі адамға берейік деп қашқалақтай бастады. Өйткені қарап отыр, Бақытжан Сағынтаев жүргізіп отқан қазақша сөйлеп жатыр, барлығы қазақша сөйлеп жатыр. Сол уақытта мен ойладым, о, Алла, Құдайға шүкір. Міне біз қазақ қоғамына келдік, саяси элита, саяси мәселені талқылауға жаңағы 75 адам мемлекеттік жаңағы таңдап алған адамдардың бәрі қазақша сөйлеуге көшті. Сол уақытта есіме тағы да 90-91 жылдар есіме түседі. Ол уақыттарда жаңа оппозициялық, осы мен демократияландырайық деген топ болды онда да. Сергей Дуванов, Жовтистер, Соломиндер деген болды жаңағы тәуелсіз кәсіподақтың басшысы. Сонда отырып кей уақыттарда талқылаған уақытта бәріміз орысша, бәріміз осы тілде сөйлейміз. Хасен Қожахмет, мен, біз екеуміз сәл-пәл ыңғайсыздау, орысшаға тіліміз жетпейді, біз отыратын тұғынбыз. Кейіннен, осыдан 5-6 жыл бұрын тағы да бір үлкен отырыста қараймын. Ол уақытта Серікболсын Әбділдин қазақша сөйледі, Мұхтар Шаханов сөйледі, Жармахан сөйлеп жатыр, әйтеуір тілін шатып бұрса да болады, Әбілов те сөйлеп жатыр да, қараймын, Сергей Дувановпенен Козлов ыңғайсызданып отыр. Қараш, сол 20-30 жылдың ішінде өзгерді. Енді әңгіме осының әрі қарап, шындығында да осы мемлекеттің тілі мемлекеттік деңгейде бүкіл қоғамда жұмыс істейтін деңгейге жетсе екен деген ойда. Сондықтан мен бәрібір өткен жолғы айтқанымды қайталаймын керек. Міндетті түрде мемлекеттік тіл туралы жаңа заң керек. Бұны біз ойымызша тек қана біздің осы тобымыз емес, барлық саяси қоғамдық бағыттағы жұмыс істеп жүргендер түсіну керек, қолдау керек. Осы мәселені бір үлкен бір акцияма халықтық сондай деңгейге жеткізу керек. Мен мысалы қазір айтар едім да, ең бірінші мәселе жалғыз біз емес, қазіргі кезде Оғыз Доғанның істеп жатқаны, Рузалардың, Бейсенбай Тегінің жасап жатқаны, бұл шындығында заңды түрде осылай халық осыған көшу керек. Екінші мәселе, мемлекеттің лауазымды қызметкерлері кездесулерде, ресми жиналыстарда орысша сөйлей бастаса, аузын жабу керек сияқты қазір. Кешіріңіздер, қатты айтқаныма. Себебі халықтың соны талап еткенін біз ұялшақтау халықпыз ғой, ой келіп міне бастық сөйлеп тұр ғой дейміз, оның қандай сөйлегенін қарамаймыз. Осыдан 1 жыл бұрын Дархан Қалетаев бәріміз Оралда бір кездесу өткіздік. Сол уақытта ол орысша сөйлей беріп еді, отырған адамдар ішінен бір-екеуі атып шықты да айтты, кешіріңіз, отырған адамдардың 99% қазақтар, неге қазақша сөйлемейсіз деп еді, енді қазақшаға көшті. Біз өзіміз осындай деңгейге жетейік, осындай бағытты ұстайық. Себебі тек қана қоғамның қазақыландыруының артында белгілі бір орыстанған саясатқа қарсылық көрсетілу керек халықтың тарапынан. Және ол өте, не дейміз, қатты, өте бір беткей қайсар бағытында жүргізілу керек, бірақ заңның аясында осы мәселені шешуге көшуіміз керек. Шүкіршілік етуге болады, шын мәнісінде ақырындап өте баяу болса да, қазақ тілі енді өзінің өрісін кеңейтіп келе жатыр, бірақ тым баяу, әлі де көңіл көншітпейді. Жақында ғана Грузияда болып қайттым да, Грузияда жүргенде Тбилиси қаласында, енді басқа да жерлерін араладық. Көшелердің барлығында тек қана грузинше атау. Теледидарын қосып қалатын болсаң, барлық арналары тек қана грузинше, кейбіреулері ағылшынша. Жастарының, көшеде жүрген азаматтардың барлығы грузинше сөйлейді. Орысша түсінетіндері кемде кем. Дүкенге кірсең, банкке кірсең, ағылшынша тілдесесің, ағылшынша емін-еркін жүруге болады. Я болмаса французша сөйлейді, ағылшын тағы. Меніңше бұл енді заманның талабы бір жағынан. Рас кезінде осы тілге келгенде ұлттық намысын танып қалды осы Грузия. Бұларға да қысым жасалды. Бұлар да Совет одағының құрамында болды. Естеріңізде болса 70-ші жылдары бұлардың да грузин әліппесін кириллицаға ауыстырмақшы болды Мәскеу. Сонда жүздеген грузиннің жастары орталық Руставели алаңына шығып, сол алаңның алдында өздерін кісендеп, бір бөтелке бензинмен әрқайсысы келген, біз өзіміз өртеп тастаймыз қазір. Біздің әліппемізді өзгертетін болсаңыздар. Дәл сол намыспен келген халық, сол жастар қазіргі Грузияның деңгейіне келе жатыр. Келді. Себебі Грузияда жүргенде бірден
әуежайдан түскен бойда бұл кімнің елі екенін білден танисың. Тіл деген бұл тек қана байланыс құралы ғана емес. Бұл мемлекеттің бетпердесі, мемлекеттің құрылымы, бітімі, ойы, психологиясы тіл, онымен келетін мәдениет, тарих, өнер басқасы арқылы берілетіні анық. Грузияда солай. Бұл Грузияның мемлекеті екені барлық жерден білініп те айғайлап та тұр. Бізде өкінішке орай жағдай олай емес. Әсіресе орталық, шығыс, солтүстік Қазақстанға қарайтын болсаңыз, көбінесе русский мир елестейді тұрады. Иә, бірақ арада 29 жыл өтті мінекей. Егеменді ел болғанымызға. Осы мәселені шешуге болар еді. Демографиясы өз алдына қазақ 70%-дан асты дейді ресми статистика. Менің ойымша тіпті 80%-ға келіп қалған жағдайы бар. Әрине билікті бұл жағынан, биліктің қауқарсыздығын, биліктің сол Ресейге еліктеп қалғанын айыптаймыз. Оның да жөні бар. Бірақ меніңше жаңағы грузин жастары сияқты өзіміздің намысымыз қайда қалды? Өзіміздің қолымызда тұрған, барлығы да тек қана биліктің қолында ғана емес қой. Өзіміз қазақша сөйлейтін болсақ, кім бөгет? Өзіміздің есімімізді қазақилайтын болсақ, оф, ефті, инді алып тастап, оған кім кедергі? Я болмаса балаларымызды қазақ мектебіне берсек, кезіндегі Мұстафа Шоқайдың сөзі, бала қай тілде білім алатын болса, сол халыққа, сол тілге, сол мәдениетке қызмет етеді дегендей. Меніңше осыны әрбір қазақ ойлану керек. Ал орыс тілінің мынау аясының тарылып келе жатқаны бұл да меніңше заңдылық. Мен сіздерге бір ғана статистика келтіре кетейін. 90-шы жылдары бүкіл әлемде орысша сөйлейтін халықтың саны 350 миллион болатын. Қазір бұл 250 миллионға түсті. Оның ішінде тек қана 160 миллионы орыс тілін өзінің ана тілі ретінде, бірінші тілі ретінде қолданады. 160 миллионы. Бұл бір жағы, демографиялық жағы. Екінші жағынан орыс тілі бұрынғы мәдени, ғылыми тартымдылығынан айырылды. Соңғы 5-10 жылда орыс әлемінен кім Нобель сыйлығын алды? Немесе қандай ғылыми жаңалықтарды енгізді? Мәдени керемет қандай бір табыстар, жетістіктер бар? Білім, ғылым, ілім ортасы қазір ағылшын тілінде, жапон тілінде, корей тілінде бара жатыр. Тиісінше жаңағыдай тілдерге ұмтылып отырғанда бұл да осындай рад. Сондықтан мен айтар едім, қазіргі 21 ғасырдың басында арамызда Хакім Абай болатын болса, бәлкім ол айтпас еді. Білім ғылымның көзі орыс тілінде оқыңдар дегендей. Ағылшын тілін оқыңдар, басқа тілдерді оқыңдар, бірақ ең алдымен қазақ тілін біліңдер. Сол арқылы ұлттық болмысыңды сақтап қаласың. Себебі 19 ғасырда қазақтың жартысы өз тілін білмейтін жағдайда болған жоқ. Барлығы 100% білетін. Ондай қауіп-қатер болған жоқ. Қазір ондай қауіп-қатер әлі де сақталып отыр. Ең бастысы менің ойымша, оны кезінде ұмытпасам Қуаныш Сұлтанов та айтты да, бизнес, финанс жағы қазақ тілінде мүлдем көшкен жоқ. Қазіргі кездердегі барлық жаңағы келісімшартты қараңыздар, бүкіл жаңағы не дейміз, бухгалтерияның мәселесін қараңыздар. Әлі күнге дейін ешқандай бір өзгерісті мен көріп отырған жоқпын. Сол күйінше қалды әлі күнге дейін. Менің ойымша осылардың бәрін өзгерту үшін міндетті түрде бұл жаңа тілге қажеттілік жасау керек та. Тілге қажеттілік негізінен екі жолмен жасалады да, біреу жаңағы заңдық жолмен, екіншісі жаңағы кей уақытта мен айтамын ғой, прибалтика тәсілі деп. Бұл халықтың жаңағы қарсыласы. Менің ойымша осы екі жолдың қайсысы деп тұрмауымыз керек, екеуі де іске қосылу керек. Міндетті түрде мемлекет заң қабылдау керек, ол заңның ішінде осы мәселеге байланысты мысалы мемлекеттік тілді бұзған, қолданбаған, немесе дұрыс жазбағандарға жақсы жазалар болу керек, өте қатты жазалар. Бұл басқа елдердің бәрінде бар, ең қызығы. Сосын мемлекет тілі білу міндеттілігі көптеген демократиялық елдерде бар екен, ол кіру керек. Содан кейін барып мемлекеттік тілді білу қажетті мамандықтардың тізімі әлі жарияланған жоқ. Бұл 89-шы заңымызда әлі тұрды, 30 жыл бойы біз оны жариялаған жоқпыз. Біз бұны айтып жатқан себебіміз, енді оған дейін айтып келе жатырмыз ғой, бірақ енді 30 жылдан кейін менің ойымша тағы 30 жылдың қажеті жоқ. Оны күтіп отыратын. Демек, ең үлкен, не дейміз, жүк, ең үлкен жұмыс бұл мемлекетте және парламентте. Себебі біз құқықтық мемлекет деп өзімізді атадық па, демек, сол құқықтық мемлекеттегі тілдің қажеттілік жасайтын заңның жолдарының бәрін, заңдық нормативтерді толығымен өзгерту керек. Әйтпесе біз осы күйімізше тағы 30 жыл өмір сүреміз. Мен ойлаймын, енді егерде о бастан 91 жыл тәуелсіздік алған кезде шынымен де тіл мәселесінде табандылық танытып, кешегі Балтық жағалауы мемлекеттер бар, Грузия, басқа да ұлттық, қазақ сияқты ұлттық мемлекеттердің тәжірибесін алғанда, қазіргі 29 жасар басқа ұлт өкілі таза қазақша сөйлеп отырар еді. Сонда тіл мәселесі қазақ туралы айтпағанда басқа ұлт өкілдеріне проблема болмас еді. Мен енді бір екі нәрсе айтқым келіп отыр, өмірден мысал.
президенттік сайлау болды ғой. Сол кезде біздің бағдарламамызда алаш идеясы, тіл мәселесі, яғни белгілі бір, есіңізде ғой досаған, ұлт тағдыры маған аманат етіп берді, осыны айтыңыз деп, яғни мемлекеттік қызметке тұрардың алдында, халыққа қызмет жасау саласына барардың алдында емтихан тапсыру керек, қазақ тілін білу керек деген сияқты. Өйткені президент болу үшін сен мемлекеттік тілге емтихан тапсырасың, ал министр, әкім, депутат болу үшін, департамент басшысы болу үшін сен ондай емтихан тапсырмайсың деген сияқты. Сонда біз солтүстік өңірлерде сөйлескен кезде біраз орыстың кәдімгі мына кексе әйелдері, белсенді, кәсіподақ белсенділер келіп, біз соны айтқанда риза болған. Сіздер осыны бізге орысша түсіндіріп жатсыңдар, неге айтпайсыңдар? Біз соны түсінбей жүрміз дейді. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі мемлекеттік идеологиялық жұмыста да сондай кемшіліктер бар. Яғни қазақ тілі туралы басқа ұлт өкілдеріне жеткізу. Енді позитивті жағы, оны ылғи айтып жүрмін, мысал ретінде баламды мектептен алып бара жатқан кезде жақсы машинаға мінген, жақсы киінген басқа ұлт славян өкілдері балаларын алып кетіп жатады. Сол кезде мен сұраймын, сенің әйелің қазақ па десем, жоқ, әйелім де орыс дейді. Мен қалай мына кішкентай балаң оқытып жатсың десем, мен еш жаққа кетпеймін, Қазақстан менің отаным, осында менің ата-бабам жатыр, мен мына кішкентай Васям, Ваням, ана мемлекеттік тіл білсе, ол ертең бәсекеге лайық болады. Кез келген қызметке барады, әкім болады, министр болады, бизнесмен болады, өнер таниды деп сөйтіп отыр. Сондықтан меніңше қазір билік ішінде сондай бір өте бір ыңғайлы, толеранттық жағдай бар. Қорқудың керегі жоқ. Ешкім қазір отырып алып, біз қазақша сөйлесек, сен неге, баяғы біз студент кезімде троллейбустың контролерлары, ты почему говоришь на казахском, говори на русском, я не понимаю, ұрсатын бізге. Біз бірінші курста жүрген кезде. Сол сияқты қазір меніңше біздің үлкен проблема, осыны талқылайық, үлкен проблема, қоғам қазақыланғанмен билік қазақыланып жатқан жоқ. Қоғамның ұлттық, тілдік, басқа да соған қатысты әртүрлі гуманитарлық, экономикалық, әлеуметтік талаптарына биліктің басында отырғандардың қимыл әрекеті заңнан бастап нақты тірлігі сәйкес келіп жатқан. Меніңше биліктің ол үшін не істеу керек? Билік оны өзі түсіне ме, аңғара ма, соған бір түйсігімен жете ме, бұған енді үміттеніп отырған меніңше жеткіліксіз. Себебі онсыз да жаңа айтқан 28-29 жыл бойы күттік. Санасына кіреді ғой, қазақи бір рухы оянады ғой деп, бірақ қаншама уақыт өтті, екінші, үшінші ұрпақ кетті. Сондықтан меніңше биліктің өзін мәжбүр ету керек, талап ету керек қоғамның өзі. Жаңа айтып отырмыз, 70%-дан астық деп, бірақ әлде бір селқостық, әлде бір енжарлық басым. Қалай мәжбүрлеуге болады? Күнара мәслихатта, акиматта, басқада да жаңағыдай есеп беру, басқа да жиналыстар өтеді ғой. Сол жерде тұрып айтса, сіз неге қазақ тілінде, неге мемлекеттік тілді сыйламайсыз, неге қазақша сөйлемейсіз деп. Барлық жерде отырған азаматтар жерде осыны заң, конституция шеңберінде көтеріп отыратын болса, ол бір жағы мәселені. Екінші жағы енді өзімізден де бар. 10 қазақ отырған жерде бір орыс отыратын болса, орысша сөйлеп кетуіміз өзіміздің жаңағыдай намыссыздық. Меніңше, құлдық психология бір, екіншіден біз осы елдің қожайыны екені, қазақ халқының өзінің бір қосымша жауапкершілігі, миссиясы бар екендігі, осы елдің ұстаушысы, осы елдің қожайыны, басқаларға бір ақыл беретін, басқаларды бауырға басатын, олармен қазақша сөйлеген, олар жатсынған емес, осы елдің өкілі бол, осы елдің баласы бол дегендей жағдайы. Меніңше қазақтың өзінен, және әлі де болса сан бар бізде, жаңағыда 70%-дан асып отырған, бірақ сол сан сапаға айналмай отырғандығы, жақында Қостанайда болғанда көңіліме қаяу түсіргені, рас, қазақтың саны көбейгенін байқалып тұр. Баяғыда 50-де 50 емес, бір кем дегенде мына көшені аралап жүргенде бір 70% қазақты көресің, әсіресе жастар. Банкіде, сонда, дүкенде отырған кілең қазақ. Бірақ сол қазақпен барып қазақша тілдескенде 10-нан 10 орысша жауап беріп отыр да, өзімізден бар. Я болмаса Алматыдағы орыс мектептерін қалаңыз. Сыныптардың жартысын толықтырып отырған өзіміздің қара көздер, яғни ата-аналары балаларын сол қазақ мектебіне бермей, орыс мектебіне саналы түрде беріп отырғаны. Менің айтпағым өзімізден де бар. Ал жаңағыдай талапшыл болатын болса, жиындар болсын, жаңағыдай бір мәлімдеме жасау болсын, өткендегі томириске қатысты қаншама жағдай болды,
Мысалы неліктен әлі күнге шейін бірінші ретте приоритет дубляж бойынша немесе кинотеатрларда орыс тіліне беріледі. Неліктен томирис қазақша? Биліктің уәжі бар, оған ешкім келмейді дегенде. Бірақ томирис көрсетті ғой. Легімен келді қазақша аударылымына жұрттың. Яғни сұраныс бар. Яғни қоғамда бар ондай дүние. Және мен тағы бір нәрсені атап өткім келеді. Жақында Ресейдің Билайн деген сотовый операторы жаңа бір үлкен алаң жасады. Дубляжданған қазақша фильм көреміз деген. Көптеген қазақ фильм, жүздеген фильмдерді, оның ішінде жақсы жаңағыдай Титаник сияқты керемет фильмдерді жақсы, өте сапалы түрде дубляждаған. Соны қазақша орыс компаниясы, қазақ емес, мемлекеттік орындар емес, шығарып, соны қазір өзінің қолданушыларына таратып тұр. Бұл не деген сөз? Бұлар да ақшаны санай біледі. Ондай сұраныс бар екен, ондай талаптың бар екендігін, оның өтемі болатындығын бұлар түсініп, осындайға барып отыр. Біз қайта көштің соңында келе жатқан жағдайымыз. Билік туралы есіме түсіп кетті да, мысалы мынандай қызық бар бізде әлі күнге дейін 30 жыл бойы тұрған. Әділет министрлігінің өзінің жаңағы несі бар, ережесі. Кез келген қоғамдық ұйымдар, ИП деймау жаңағы тіркеледі ғой. Жаңағы заң тұлға есебінде. Сол тіркелген уақытта барлық құжаттарын, жарғыларының бәрін екі тілде беруді талап етеді. Мен өз көзіммен көрдім, жаңағы бүкіл құжаттар қазақ және орыс тілінде болу керек. Мен түсінбеймін да, қазақ тілінде құжатты бердің, орыс тілінде неге аударып беру керек та, логика бар ма? Қандай уәж айтады, неліктен, не үшін? Түсініксіз. Енді егер олардың адамдары қазақ тілін білмесе, ол қалай мемлекеттік қызметкер болады? Әйтпесе мейлі, білмейді дейік, жақсы маман екен. Өздерің аударып беріңдер министрліктер. Неге мен жаңағы бір қоғамдық ұйым тіркеу үшін, қоғамдық бірлестік тіркеу үшін ақша беріп, 30 жыл Қазақстан жеке мемлекет, қазақ тілі мемлекеттік тіл, мен оны орысшаға аударуым керек. Миға кірмейтін нәрсе, және оны істеп отырған әділет министрлігі. Бұл былайша қонақтарда мемлекеттің тілдік саясатына қарсы жұмыс істеп отырған министр. Осыны біз Айдос екеуміз өткен жылғы желтоқсанда форумде сұрадық. Бекет Айыпбек жаңағы әділет министрлігінен. Кейіннен жауап берерміз, сіздер анау-мынау деген нәрсемен қашты да, әлі күнге дейін сол күйінше тұр. Мысалы, міне сотқа беретін мәселе. Бұл жерде біз өзіміздің жаңағы не дейміз, заңымызды қорғаймыз. Өзіміздің мемлекеттік саясатымызды қорғаймыз. Мүмкін оны ұлтшыл деп айтатын шығар, бұл ұлтшылдық емес, бұл мемлекетшілдік. Сондықтан осындай нәрселердің бәрін сотқа беру мәселесін бүкіл халықтық акцияға айналдырған дұрыс сияқты да. Кез келген мәселеде заңсыз талап ету болса, басқа тілді, өзге тілді, ол міндетті түрде сот арқылы не болмаса жаңағы бүкіл халықтың алдына тезге салу керек та, міне қараңдар не істеп жатыр бұлар деген сияқты. Сондықтан менің ойымша біздің күресіміз өкінішке орай өзіміздің билікпен күрес болды. Осыдан бір ай бұрын Қасым-Жомарт Тоқаев та маған алғыс хат жазыпты. Соны Берікуәли телефон соғып шақырды, мен айттым бармаймын. Енді айқайламай-ақ қояйын, жұртқа мен лақтырып тастаймын анау-мынау деп, бірақ дедім бармаймын. Өйткені дедім өте қызық нәрсе дедім да. Біз осы уақытқа дейін қазақ тілі үшін үкіметпенен, мемлекетпен күресеміз, ал мемлекет маған сол үшін алғыс хат беретін сияқты да. Өзі бір нонсенс екен да. Сондықтан кешіріңіздер, мына алу бір түрлі екен, жақсы күрестіңіз деп беріп жатыр. Сонда өздері ұялмай ма? Сол алғыс хатты беріп отырған мемлекет ұялу керек қой. Ойбай, мынау жігітке, қазақ тілі үшін бір шырылдап жүрген адам біреу шығар. Бірақ ол неліктен беріп жатыр? Сонда менің күресім, жаңағы айтқандай, әділет министрлігімен соттасуым керек ертең тағы тіл мәселесіне байланысты қарсыласуым керек кіммен? Мен орыс тілді ұйыммен осы уақытқа дейін әлі бір рет қарсыласқан жоқпын. Шын айту керек, міне Расул екеуміз 160-тан астам кездесу өткізді орыс тілді аудиторияда. Шын айту керек, дискуссия болды, ішінде бір 5-10% тыжырынып отырады, қабақтарын түйіп отырады. Бірақ жалпы халықтық түсіністік бар. Жақсы рахметтерін айтады, дұрыс түсіндіріңдер ғой, ойбай, бізде жаман үйреніп кеткен екенбіз осы 30 жыл бойы, өздерің баттың басын жіберіп қойған, өздерің дұрыс жасамайсыңдар деп, олар бізге ренжиді. Бірақ олар емес. Менің ойымша, билік орыс тілді азаматтарды қалқан есебінде ұстап отқан сияқты. Өздеріне қалқан. Айбай бірдеме етсең, ой, аналар көтеріліп кетеді ғой, шығыс көтеріліп кетеді ғой, тілді әдісше қоя тұрайық, жоқ олай емес. Олар өздерінің балаларын, өздерінің немерелерін, өздерінің болашақтарын ойлап, қазақ тілін көтергісі келмейді. Осыны ашық айтуымыз керек сияқты. Жалпы саяси тырнақша ішінде элитаның, журналист болсам зерттер едім, солардың балалары қай мектепте оқып жатыр, немерелері қай мектепте оқып, қазақ мектебінде ме, орыс мектебінде ме деген сияқты, ол бір қызық тақырып болар еді да. Бірақ мен ойлаймын, осы жерде не істеу керек деп жауап беруіміз керек қой. Мен бір өзімнің ұсынысым бар. Шынымен де биліктің ішінде белгілі бір дәрежеде геосаяси тұрғыдан болсын, психологиялық тұрғыдан болсын кедергілер бар. Оны қолдан жасалған кедергілерді бүгін бір жарлықпен жойып тастауға болады. Яғни барлық кеңес,
барлық отырыстар қазақша өтсін деген құжат болса болды, олар орындайды, жаққа бармайды. Қазақ тілін білмей жұмысқа қабылданбасын. Иә, жарты жылдан кейін ол дәстүрге айналып кетеді. Оған саяси ерік жігер керек. Әрине бір геосаяси кішкентай нелер болып тұр. Мысалы Ресейге кеше, мысалы Путин осы кеше күні кеше Москваның ортасында орыс тіліне қатысты үлкен отырыс өткізді. Яғни мемлекеттің президенті бүкіл Ресейде орыс тілінің проблемасы жоқ. Бәрі орысша сөйлейді. Оларда гастарбайтер орыс тіліне және Ресей тарихына емтихан тапсырады. Ешқандай 4 құбыласы түгел салтанат құрып отырған орыс тілінің проблемасын айтады. Қорғаймыз деп. Қауіп-қатер төніп тұр дейді. Сонда маған РБК-дағы бір академиядан келген маманның сөзі ұнады. Ресейде проблема жоқ деді орыс тілінің. Сол айтайын деген шет жаққа оны зорлық зомбылықпен апаруға болмайды. Тек қана шығармалар арқылы, өзіңіз айтқандай, тек қана халық өзі үйренетіндей туындылар арқылы насихаттай аламыз деп айтты. Жаңа оған қоса сіздің айтқаныңыздай қазір орыс тілі технологияның коммуникация тілі болуына қалып бар жатыр ғой. Басқа тілге ауысып жатыр. Соны айтайын дегенім, мен не істеу керек дегенге жауап берейін деп. Меніңше билікте отырған, егерде сол ұлттық категориялармен ойланатын, мүддені қолдайтын, әртүрлі геосаяси мәселелерді ескеріп, ашықтан ашық айта алмайтын бәлкім болатын шығар енді. Жалған интернационализм бар, Ресейге бар, кішкентай көз қараса, ертең не айтып жатсыңдар деп, сіз айтқандай қауіптер бар ғой енді, оны біз түсінеміз. Мен айтар едім, қоғамдағы ұлттық идеяны қолдап жүрген ұйымдарға көмектесіңдер. Тұлғаларға көмектесіңдер. Оғыз Доған ба, Руза Бейсенбай тегі ма, соларға көмектесіңдер. Соларды халықтың нағыз патриотінде насихаттаңдар. Ертең жастар соларға ұқсап өссін. Жүрген жерінде кез келген сервис компаниясында қазақ тілін талап етсін деп, олардығы батырлық емес, қатардағы кез келген азаматтың талап қойылатын конституциялық құқы болу керек. Әйтпесе бізде бір жерде отырып ұшақта немесе бір қызмет жасағанда қазақшаны талап етсең, сен герой болып шығасың. Ал сондықтан бұл дұрыс емес, ол нонсенс. Ал бізде әрбір бала кішкентайына білу керек. Мен мектептен шығып дүкенге бардым ба, дүкенге маған қазақша сөйлеу керек, сатушы деген психология қалыптасу керек деп ойлаймын. Сондықтан биліктегілер сол күштерге, мен нақты айтып тұрған жоқпын. Ауыл аймақта, әсіресе мына басқа ұлттары көп облыстарда жүрген азаматтар бар ғой, осы ұлттық мүддені қолдап, көмектесіңдер. Олар конституциялық құқын қорғаңдар, оларға барлық жағдай жасаңдар. Сол кезде қоғамдық күшті олар парламентте отыру керек. Мен шынымен ойлаймын. Партияның атын білмеймін, біз отырамыз ба, басқа біреу отыра ма, ұлттық демократиялық бағыттағы күштер парламентте отыру керек. Әртүрлі заң, егерде мысалы жаңағы бір министр келіп орысша дайындалған заң жобасын қазақшаға аудармасын отырса, оны қуып жіберу керек. Сен мынау дұрыс емес, аударма керек емес бізге. Заңды сен қазақша жазып алып кел деп айту керек. Міне сол кезде меніңше бізде үлкен психологиялық, тектоникалық өзгерістер болатын сияқты. Меніңше жалпы біздің еліміздегі ұзақ мерзімді дағдарыс, оны біз саяси дағдарыс дейміз бе, экономикалық басқа, соның түп тамыры мынау идеология жағында жатыр да. Неліктен ылғи рухани жаңғыру тағысын тағы мәселелерін атады. Ұлтты қоғамды тұратын бір құндылықтар керек. Соның ішіндегі бәлкім ең ұлығы, ең маңыздысы бұл тіл мәселесі. Ұлттық идея деңгейіне жететіндей қазақ тілі, қазақ болмысы, қазақ мәдениеті, қазақ әдебиеті соңынан ертіп кететін. Жаңағы орыс тілі Ресейде қандай, француз тілі Францияда қандай, бұл бір мәселе. Және осымен жүру үшін менің ойымша билік өте оның маңызын түсіну керек. Саяси, қоғамдық, идеологиялық. Себебі бұл тек қана қатынас құралы емес, жаңа айтқандай. Бұл мемлекет құраушы, ұлт құраушы мәселе бір жағынан, екінші жағынан бұл басқаның жетегінде кетпейтін, өзінің егемендігін, тәуелсіздігін сақтайтын үлкен бір маңызды алғышарт. Мен өзім байқадым, мысалы, түрлі зерттеулерден, түрлі әлеуметтік материалдардан, әлеуметтік зерттеулерден, қазақша жақсы білетін, қазақ мектебін бітірген, қазақтың әдебиетін игерген жастар жаңағыдай түрлі кертартпа, тоталитарлық секталардың соңында кетпейді.
абайды білетін, шәкәрімді оқыған жастар жаңағыдай уаххаби салафи мазхабта кетпейді. Иә? Неліктен жаңағыдай іші қуыс, руханияты таяз балалар солардың я болмаса орыс әлемінің жетегінде кетеді, я болмаса жаңағыдай араб құл дейміз ба, орыс құл дейміз ба, сондайдың жетегінде белгілі бір дәрежеде бұл иммунитет менің ойымша. Осындай саяси маңызында билік ұғыну керек. Бүгін қазақ тілін қолдай отырып, бүгін қазақ болмысын қолдай отырып, сен ертеңгі қазақтың тұрақтылығын, бірауыздылығын сақтауға үлесіңді қосасың деген. Және бұл жердегі тағы бір айтып өткім келетін мәселе жауапкершілік. Көптеген осы қазақ тіліне қатысты басы бар, аяғы жоқ жобалар бар. Немесе қазақ тілін дамытамыз дей отырып, шын мәнісінде оған жаңағыдай кері әсер тигізіп отырған, оның ішінде үш тілділік мәселесі. Қаншама айғай-шу болды, қазір тоқтатқандай болды, немесе қайта қараймыз дегендей. Бірақ кезінде соны көтерген шенділер, қолдаған депутаттар, соны бастаған министр неліктен жауапкершілікке тартылған жоқ? Қаншама қаражат бөлінді. Сондағысы қазақ тілі сол баяғы қалпында қалды, көңіл көншітпейтін. Меніңше бұл үш тілдік деген сол орыс тілін сақтап қалудың амалы, шын мәнісіндегі. Себебі ағылшын тіліне қарайықшы, мен бір ғана дерек келтіре кетейін. Осы жақында ғана English Proficiency Index деген үлкен бір сонда зерттеу орталығы бар. 100 елдегі ағылшын тілінің дамуын көрсеткен. Сондағысы Қазақстан 100 елдің ішінде 93-ші орынға түсіпті. Ал мысалы 2016 жылы 54-ші орында болған. Яғни үш тілділік деп жүріп, қазақ тілінде дамытқан жоқ, ағылшын тілінде бұзып алды, қайта орыс тілін сақтау. Меніңше осындай бұл олқылық емес, бұл қателік емес, бұл қылмыс барып тұрған. Ел алдында, тіл алдында, халық алдындағы. Осыған қатысты жауапкершілікке де тартылу керек сияқты. Себебі жауапсыз қалған қылмыс қайталанбауына ешкім кепілдік бермейді. Сендер қорықпайсыңдар ма, Эйр Астанаға мінгізбей қоймады біздерді? Себебі осындай мәселені көтерген Оғыз Доғанды, мысалы, жібермей қойды ғой Эйр Астанаға. Мен әлімге дейін таңғаламда, шындығында бұл адам құн бұзатын нәрсе екені. Бір жағынан, екінші жағынан менің ойымша бұл сол Эйр Астананың қазақ тіліне деген көзқарасы, өздерінің орыс тілін сақтауға деген жұмысы, ісі осылай көрінеді. Бірақ бұл жерде не прокуратура, не жаңағы адам құқығын қорғайтын омбудсмендердің ешқайсысы бір үн шығарған жоқ. Оғыз Доған қазір сотқа бере ма, тағы басқа мәселелер бола жататын шығар. Менің ойымша осылардың өзі бір биліктің немқұрайлығының көрінісі. Өйткені ананы көрген Эйр Астана ойына келген істейді. Оғыз Доғанға бұның жасап отқан зорлығы барлық қазақтарға, қазақ тілдерге жасап отқан зорлығы есебінде қабылдауымыз керек әрқайсымыз оны. Дұрыс. Енді бұл өте терең тақырып. Шынымен де 90 сөздің тобықтай түйіні шынымен де қоғам қазақланып келе жатыр. Мысалы, сіз бен біз бүкіл хабарларымызды қазақша жазып жатырмыз. Бізге орысша жаса деп жатқан адамды аз. Өйткені қазақша сөйлеп соған келе жатыр. Бірақ меніңше бізде бір қорытынды ретінде айтарым. Өкінішке орай бізде сол қоғамдағы ұлттық мүддеге тілден бастап қызығушылық талаптар біздің басқа қоғам өміріміздің салаларына өз ықпалын тигізіп жатқан жоқ. Жаңа шет жағасын Досаға айтып кетті ғой, жаңағы қаржы мәселесіндегі қазақ тілінің жағдайы, басқа да әртүрлі банк саласы бар. Кейде бір терминдер бір басқасы бар. Меніңше қазіргі таңда сол ана салтанатты, сәнді форумдар, жиындар өткізуден гөрі мына сол саланы ретке келтіретін мамандарға ақша төлеу керек сияқты. Яғни міне осы біз латын әліпбиіне көшіп жатырмыз ба, енді терминдерді дұрыстайық. Терминдер ұят болмасын. Терминнің ішінде интернационалдық терминдер деп, халықаралық терминдер дедік қой. Соның ішінде бізге сіңетіні бар ма, сіңетіні жоқ па? Ертең күлкілі, жаңа қылтима сияқты аудармалар болмау керек. Сондықтан меніңше бір үлкен қоғам болып, билік болып атқаратын жұмыс. Сондықтан құрметті көрермен, тағы да қайталап айтам, біз осылай жүйелі түрде қоғамда өзекті болып отырған, көкейкесті болып отырған, яғни бір хабар емес, бірнеше хабарға арқау болатын тақырыптарды болашақта да талдаймыз. Біздің YouTube арнамызға өздеріңіз осы жаңа Қазақстан өкілдері Дос Көшім, Расул Жұмалы, Айдос Сарым, мен Әміржан Қосанов, басқа да біздің қатарымызға қосылып жатқан экономист мамандар, қоғам қайраткерлері бар, солардың қандай тақырыптарды талқылап алдарыңызға өз ұсыныстарын айту керек. Біздің арнамызға жазып отырыңыздар. Осымен біздің хабарымыз тәмам. Баршаңызға рахмет.